ДЦП бала туылғаннан солай болады жоқ. Біз бүгінгі ситуация басқа ситуациялардан өзгеше. Бірақ сіздің қызыңыз 9 жылға жетпейді, декабрьге дейін ғана шығар дегенде, ауырттың, сені апарып үйде отырмадың деп, жолдасым кінәлай ма екен деп, сондай. Мен қызым қашан тұрады? Сізге бірінші курс алғаннан кейін мама деп айтқанда айта алмаймын. Жаным. Оянды, бірақ жағдай 50-50. Тірі қалады деп те айта алмаймыз, адам болады деп те айта алмаймыз. Қызыңыздың екі көзі көрмейді. Қайырлы күн қазақ елі, біздің YouTube арнаға қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Жаннұрымның мамасы Жанерке. Бүгін біз көптеген стереотиптердің басын алып тастаймыз. Ең бірінші стереотип ол ДЦП бала туылғаннан солай болады жоқ. Біз бүгінгі ситуация басқа ситуациялардан өзгеше. Жаннұрым негізі абсолютно дені сау болып туылған, және де сол кісінің историясын, қазіргі реабилитацияны бүгін Жанерке ханыммен бірге тыңдайтын боласыздар. Жанерке, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, қош көрдік. Сіз өзіңіз туралы, Жаннұрым, сізде қайсыншы балаңыз, қалай босандыңыз, беременіңіз қалай өтті деген айта кетсеңіз. Мен Жаннұрымның анасымын. Жаннұрым негізі отбасымызда екінші қыз. Қалыпты жағдайда 9 ай өзінің 40 аптада дені сау болып туылған бала, ешқандай патологиялық ауытқу болған жоқ. Негізі маған өте ауыр тақырып осы қызым үшін. Қызымды айту 7 айға дейін өте жақсы дамыды. Кәдімгі абсолютно дені сау бала. Ерте қимылдады. Ата, әке деп сөйлеп бастады. Уже еңбектеп жүрген шаға ғой, 7,5 айында бұндай жағдай болады деп. 3 ұйықтасам тісіме кірмеген. Ол уақыттың өткеніне де 2 жыл болыпты ғой. Сол күнді еске алсам, 24 жылы 30 апрель. Оған дейін мен 24 апрельдік өзінің 7 айлық ай сайын өтетін несі бар ғой. Поликлиникаға барып, өтіп, анализ бәрін тапсырып, басын УЗИге түсіріп, бізге ең бірінші басынан бастасам, 1 айында айтқан УЗИге түсіргенде баланың сол жақтан бір қысылған емдесеңіз, ол кетіп қалады деп. Мен сол поликлиникаға бардым, нейропатологқа өзіміздің айттым, баланың басы қысылуы, ол басындағы су кеткенде, ол бірге кетіп қалады, ол ешнәрсеге әсер етпейді деп. Менде онда норм деген не болды, онда еш нәрсе ойламадым. Бірақ дамуында ешқандай көзге көрінетін еш нәрсе болмады менде. Басын көтерді 2 айында, ішпен жатып, аунап, 2 айында массажын алдым. Әр ай сайын апарып жүрдім. Сол 7 айға толды, 7 айға толғаннан кейін ортопедке апардым, 2 жамбасын бәрін түсіріп, 24 апрельде басын УЗИге түсіріп, сіздерге болды, басында су кеткен, ешқандай тамыр қысылған жоқ, енді прививка алсаңыздар болады деді. Сосын мен жарайды ойланып көрейінші, негізі прививка алуға өз басым қарсымын дедім де кетіп қалдым. Алла тағала сездіргенде шығар. Содан 1-2 күн қызым жылады, настроениесі болмай, ерте ұйықтап қалып жүр. Бұған не болып жүр қызыма? Содан 29 күні тамақ ішпей настроениесі болмағаннан кейін магазиннен не агуша бар ғой? Агуша бердім. Құсып түседі. Бұған не болып қалды? Скорый шақырдым. Бір кезде қатты одышка болып бастады. Скорый шақырдым. Скорый, это норм бала. 5-ке ұйықтата беріңіз деді. Сосын қайта скорый шақырдым. Не бар ғой, бала құсқанда беретін бір дәріні беріңіз, кетіп қалады деді. Мән бермедім. Сөйтіп құсты, таңға дейін құсып шықты. 30 күніне қараған күні таңертең тойып, ем алды да, іші өтті. Bir кезде қайтым, денесі мұздады. Сосын мен скорый шақырып, скорыймен бардым. Уже қорықтым. Үшінші скорый ғой? Үшінші скорыймен бардым. Сіздің қызыңыз асқазаны уланған деді. Мен айттым, мен агуша берген, мен агушадан берген жоқ, басқа ешнәрсе істеген жоқ. Қызыңыз агушадан уланған деп. Крион жазып берді. 10 мыңдық крион жазып берді, сосын бір крионды бөліп бересіз деп. Сосын өмірімде естімеген дәрі, шын айтайын. Содан соны аптекаға барып қайта сұрадым, бола ма деп. Болады, беріңіз деді. Бала аш қарым деп едім, бере беріңіз деді. Содан түк жоқ, үйге бардым да жолдасым екеуміз
негізі деймін да үнемі мен аптекаға жаңа жолдасым жіберетін, осы жолы өзім барып сұрадым, бала ауырып тұр, құсып тұр, еш нәрсе ішкен жоқ, 2 күн болды деп, бере беріңіз нормально деді. Үйге бардым да крионды езіп бердім, 10 мыңдықтың жазды 5 мыңдық қой, бердім. Жарты сағаттан кейін қолымда тұрған қызым сық ете түседі ол жерге. Сразу скорый шақырдым, скорый келгенше заттарды, менің ойымда түк жоқ, әсіресе больницаға апарып жатқызады, отравление болды деген ой. Сөйтіп скорый келді, қызыңыз деген жағдай нашар деді. Ойымда түк жоқ, папасы жұмыста болған, қызымды орап алып скорыйға салдық, скорый звондады, дайындаңдар, кислород баланың жағдайы ауыр деді. Ондай өмірімде көрмегем, қолына бір не салбатсыз, ондай еш нәрсе көрмегем ғой өмірімде. Одан бардық, сол кезде уже қызым сразу барғанын алып кетті, шешіндіріп. Жаңа киімдерін алып бере салып түк жоқ ойымда. Ол кезде команда не екен білмеймін ғой, шыны керек. Кинодан ғана көретін, өзі басым өтеді деп ойламаппын. Алып кетті, шешіндіріп, киімдерін бере салып. Содан маған айтты, семействоларын әкеп бере салыңыз деп. Жарайды, сосын күйеуіме звондадым, жан-жаққа хабарластық. Сол 30-ынан жатқаннан қызым оянбады. Он 18 күн жатты. 18 күн? 18 күн комада жатты. Ол команың да несі болады екен, степені, 3-ші степень, 2-ші степень. Одан кейін жаңа жан-жаққа енді таныс тамыр деген осындайда ғой, іздеп хабарласып, достарымыздың арқылы шығып, ол кезде білмейміз. Содан деген қызымның жүрек тоқтап қалған. Бір 10-шы күні ма жүрек тоқтап қалған. 30 минутқа жүрек тоқтап қалған. Оны бізге айтпаған жолдасымның әпкесі, дос баламыздың әпкесі звондаған ғой жаңа жолдасымызға. Баладан айырып қалдық, не істеймін, мамасына айтамыз ба деп. Олар не істерін білмеген, мен мүлдем хабарсызбын. Содан Алла тағаланың құдіретін айтамын да. Жарты сағат болды деп аппаратты өшіріп жатқанда қызымның жүрегі соққан ғой. Болды деп. Содан 2 күннен кейін қайта жүрек тоқтап қалған. Өшірмеңдер, ол қыздың жүрегі соғады деп. 10 минуттан ол кезде де 10 минутқа жүрек тоқтап қайта қосылған. Алла тағала беріп тұрған бізге несібесі шығар, осы қызым өмір сүрсін деп. Одан емнің бәрін жасады, олар қандай не екен, ешкім білмеді, неге бала бұндай жағдайда болды. Мен крионнан көрем, олар акушадан көреді, бәріміз басымызы басқа түсіп сөйтеміз ғой, бірімізді кінәлаймыз, оның жасыратыны жоқ. Содан қызым жаңа кома жатқан кезде молда кіргіздік, дем салдырдық, қазақылықты да қолдандық рас. Сол кезде 7 майда 3 күн демалыс болдық, сол кезде деген қазақ жаңа сонда ата бар екен. Талғардан сол кісінің неткенде 10 күн оянбаған қызым, сенесіз бе, сол дем салғанда аппараттар қозғалған ғой. Сол кезде ана кісілер айтқан ғой, сол кезде қызым масканың сыртынан дем салғанда қызым деп бір дем алған ғой, ойлаңызшы. Содан қызым есін жиді ғой. Тура 8 ай болғанда маған звондады. Мен ойымда түк жоқ, ойыншықтарын жуып апарып, менің ойым кома жатқан кезде күнде келіп сұраймын, қызым тіс шықты ма, тісі. Менің ойымда кома деген еш нәрсе сезіп жүрген жоқ, білмеймін. 30-да болсам да баламын ба, или ондай нәрсе сезінбегеннен ба. Шақырғаннан кейін айтты, қызыңыз оянды, бірақ жағдайы 50-50. Тірі қалады деп те айта алмаймыз, адам болады деп те айта алмаймыз. Қызыңыздың 2 көзі көрмейді. Енді өзіңіз көріңіз деп. Содан заттан апарып отырдым палатаға. Жаңа Неопорттағы 2-ші не бар ғой, инфекционный больница детский, сол жерде болды. Содан қызымды әкеліп берді. Қызымды алып келгенде жағдайды айта алмаймын. Бір аяқ, бір қол деген қатып қалған қолда гипс кигізіп салған сияқты. Менің қызым ба, не істеймін, қызымды ұстай алмай отырдым. Жолдасыма звондаймын, не істеймін қызым, мынау шынымен де менің қызым ба, қалай қараймын, жақындай алмадым. Стресс сол кезде қатты, басымды стенаға ұрғылап, қызыма сол неден шыққаннан кейін енді 18 күн деген өте көп күн ғой бала үшін. Комадан шыққанда двухсторонний пневмония болып шықты. Сол кезде преп не бар ғой, құятынша. Соны мен деген жатастырып, оны қызыма ішкі жібергем. Неше түрлі қобалжығаннан, неше түрлі жағдайды өткердім. Содан
ол жерде жаттық, мен айттық, қызыңызды адам болып кетеді, айта алмаймыз, сізді пока басқа больницалар қабылдамайды, инфекционный больницадан кейін үйге барып күтіңіз деп. Сол 18 майдан июньнің 2-сіне дейін жаттық біздер. Ешкім диагнозын таппады, тек қана кислородта, кислородсыз дем алмайды, сатурацияны сол кезде үйрендім. Жаңа сатурация деген не, оның өкпесінің, жүрегінің қағысын үнемі өлшеп отырдым, кислород салып отырдым үнемі. Сол кезде барлығын жай бірақ қабылдай бастадым. Сол кезде уже қабылдай бастадым. Одан больницаға шықтық, енді қызым жата алмайды. Деп ыңылдай береді. Бір аяқ, бір қол бүгілмейді. Былай қызымды жатқызғанда қолы бет талып кетпесін деп ортасына жастықтар толтырып қоямын. Өзіміздің поликлиникаға барып айттым, мен қызымды мен үйде ұстай алмаймын. Еш нәрсе ішпейді, бір нәрсе істеңіздер. Олар енді екінші больницаға алмайды дейді. Содан кейін олар айтты, болмаса қызды судорога деп шақырайық мамасы деп. Амал жоқ, больницадан шыққаннан 2 күннен кейін бала судорожный бала деп больницаға алу үшін сөйтіп скорый шақырып, поликлиниканың медсестралары бар, сөйтіп больницаға барып жаттық. Ол жақта 15-20 күндей жаттық, диагнозын таппады. Сол жердегі врачтар айтты, сіз өзіңіз білмегенсіз, бала туғаннан ДЦП болған дегенде, мен деген өте ауыр жағдайда болдым. Енді ол кезде КТ-ға түсіріп басын көрсеткенде маған айтады, сіз деген білмегенсіз, жетмей айтам, мен 8 айға дейін сау баланы енді ауырған көріп тұрсызға әкеліп тұр. Мен 8 ай туғаннан бала ауыр болса, мен бүйтіп әкелмес едім, бүйтіп паника болмас едім. Қызыңызды осылай қабылдаңыз. Бұлар ұзақ өмір сүрмейді. Біз массаж еш нәрсе болмайды. Құр жаттым. Құр дәрімен жаттым. Бірақ бар ғой, былай айтайыншы, мен қызым негізі комадан шығып үйде болды ғой. Сол кезде тартылысы өте аз болатын, бірақ күліп жүгіргенді білетін. Мен сол кезде қазір өкінемін, ол кезде бекер қайта больница жатқыздым ба деп білмеймін ғой. Сол кезде жаңағы неврология деп ұйықтамағанда ұйықтататын дәрілер бар екен ғой. Морфин бар. Наркомандарға беретін дәрі бар екен, сумен ұйықтаттық. Сөйтіп жүргенде балаңыздың одан жүрегінде ақау бар деді. Парық сердце қызыңыздың 4 жерден тесік бар қызыңызда, ол қосылған деп. Ойбай деп одан қайтып, білмеймін, айта алмаймын. Нақты қызымның емін тауып, диагнозын тапқанша бір айда есептесем 38 рет скорыймен больницаға барғанбыз ғой. Қолдан түскен жоқ, қызым жылай берді. Мен скорыймен жүгіремін де отырамын. Олар неврология, это неврология, осындай болады енді. Олар бала, ерекше бала, енді басыңызға түскен көресіз. Енді шәлсіздаңыз, әр кезде 9 жыл ғана өмір сүреді, бірақ сіздің қызыңыз 9 жылға жетпейді. Декабрьге дейін ғана шығар дегенде мен төбемнен су құйып жүргендей болды. Даже қызымды деген МРТ КТ-ға да алмады ғой, баланың жүрегі көтермейді. Содан қызымды алып, енді адам баласымыз ғой, бақсы, балгер дегенді іздейтініміз рас, сөйтіп таныс арқылы бір орыс келіншекке бардық. Сол кісі қызымды құшақтап отырды да, біріншіден қызыңның қарны аш деді, екіншіден емін тауып тұрсың ғой деп. Ол кезде уже август айы болатын, бірақ шынымен де бір емді тапқанбыз, ол бірақ өте қымбат болды да, ол шынымен де қызың көтере ала ма, көтере алмай ма, бір Ташкентке барсаңшы деді, ол Ташкентке қызыммен жарамайды деді. Үйде тек кислородпен ғана отырдым ол кезде. Содан қызыңның емін тауып тұрсың, бүкіл витамині бәрі сол кісіден аласың, емдет деді. Мен сол кезде сасқанымнан бедеп болғанда орыс кісіге, витаминді айтыңызшы, мен сатып алайын деп. Жоқ, сен емін тауып тұрсың бар деді. Қызыңды қазірден қолға алсаң, қызыңмен 2 жыл ғана қиналасың, 2 жылдан кейін адам тұрып кетеді деді. Ал енді қазір ақшам жоқ ой десең, ренжіме қызым, шынымен де қызыңның декабрьге дейін ғана өмір қалған. Рас айтам деп, қолға ал, қазірден күрес деп, содан шығып алып, ана кісіге жазам ғой, тәте, мені қабылдаңызшы деп, таңғы 7-де бардым. Ол врачтың аты Сәуле Басболатова деген болған. Бірақ реклама жасағым келмейді, бірақ Аллаға шүкір деймін. Сол кісі маған айтты, қызыңның босандырғанда басындағы тамырын қысып жіберген. Ешқандай крион емес, агуша емес, босандырғанда акушер-гинеколог тамырын қысып жіберген. Ол содан тамыр жай қысылғанда бірақ күнде комаға жүрген. Оның ешқандай несі жоқ ол деп. Содан ол кісіге барғанда біздің
қызымның миы 98%-ға өліп қалған, екі көзі тас соқыр, мүлдем көрмейді, тек жүрек соғысымен ғана жатқан бала ғой. Ол кісіден содан ем алып бастадық, өте қымбат, бірақ 3 курс алып бастадық. Басында өте қиналдық, шыны керек 3,5 миллион оңай ақша емес негізі. Қызым үшін бардық, барып ем қабылдадық. Аллаға шүкір, одан жай қалыптаса бастады. Содан ол кісі айтты, сіздің қызыңызға спастика, біз спастиканы кетіре алмаймыз. Орыс мануалист массажист бар деп. Ол кісіге шаптық. Ол қызым уже 1 жасқа 1 апта қалған. Сентябрьдің 6-сында бардық. Ол кісі көріп, ол кісі кішкентай болып барды ғой. Қазір көрдіңіз ғой қызым қандай. Бардық, сол кісі айтты. Шешіндірді, полный қарады. Нормально босанғансың, сенен күнә жоқ. Врачтың сол басын қыстырған. Мен айтамын да, мен 7 айға дейін поликлиника неге бардым, неге қарамаған, неге білмеген деп. Көп жері қатты мән бермейді, тамырының қысылғанына дейді. Ол не кетіп қалады деп. Сол орыс айтады да, мануалист Лариса Петровна, мен емдеймін, бірақ қызымды тұрғызып берем деп айтты ол кісі. Ем алып бастадық. Өте қиын жағдай болды. Айта алмаймын, қызымның жағдайын көріп. Басында әр массажды жылаған сайын қосылып жылайтын. Ол кездегі ақырын уже үміт пайда болды ол жерге барғаннан. Адамдардың, балалардың тұрып жүргенін көріп, мен қызым қашан тұрады? Құрметті аналар, ешқандай қатты сөгіс болмасын, өйткені бастан өткізу, оны қабылдау деген ол өте үлкен процесс. Қазір оның бәрін еске түсіріп, осы жерде білмей жүрген аналар болса, менің жағдайым бұдан да қиын шығар деп ойлап жүрген аналар болса, сіздерге пайдалы болсын деп, мысалы бұл кісінің қазір жақсы, бірақ сол сәттегі состояниеға кіріп кетіп жатыр. Сондықтан да рахмет сізге. В целом осының бәрін айтамын, білсін деп. Себебі әр айтқан сайын ішім толып қала береді. Мен ойлағам, неге шығардым, бәрін ұмытып келе жатырмын деп, бірақ толық шықпаған екен менен ше. Мен көп аналарға айтамын да. Аллаға шүкір ету керек екен. Ол жерге барып та қызымды көріп шүкір еттім. Мен қызымнан да өте жағдай ауырлар болды. Мен Аллаға шүкір, содан қызымның басын емдеп, массаж алып, осы жағдайға жеткізгеннен кейін Лариса Петровна айтты. Басында қызымның қысылған тамырлары бәрі ашылды, және келді. ОФК, саған реабилитация керек қызыңа, физикалық қозғалыс керек деп. Содан подругам болған Ақмарал сізге келіп жүрген болған, сол қыздан сұрап едім, Жанерке бар, Гүлдарияға деп сіз айтты, сізден келіп не алып, мен сразу шешім қабылдадым, себебі мен қызымды аяқтан тұрғызуым керек. Біріншіден уақыт өтіп жатыр, уақыт ол ешқашан тоқтамайды ол. Әне, міне, анау бола ма, нәтиже бола ма деп күтіп отырғым келген жоқ. Әрекетке берекет дейді ғой. Басы жолдасым қолдау білдірді, үнемі қасымда ғой. 2 жылға жоқ уақыт болды. Сол сізге келдім, сізге келгенде өзіңіз көрдіңіз ғой қызымның жағдайын. Тек басын ғана ұстайды. Даже қолмен қасық ұстай алмайды. Аунау біз үшін домалау деген үлкен арман болған. Бірақ 2-ші курс алып жатырмыз ғой, Аллаға шүкір. Аунап бастадық. Шүкір. Барлығын түсінеді. Бір жақсы. Мен Аллаға тәуба дейтінім, қызымның қалай айтады, басының дамуында дей ма? Миының дамуында тежелу жоқ. Бәрін түсінеді, айтады, атады. Әке, бірақ сізге 1-ші курс алғаннан кейін мама деп айтқанда, айта алмаймын. Жаным. Мама деп жылағанда Аллаға шүкір ету. Өмірде сену керек, әрекет ету керек, Құдайға тапсыру керек, шүкіршілік ету керек. Мен әлі көп ұзақ нәтиже күтемін. Әрине. 2-ші курс жаңа ғана Алла бұйыртса бұл 2-ші курсын бітеді екен ғой. Аллаға шүкір етемін. Мен қызым тек қана массаж, ОФК мен сенсорлы интеграция деген мен осы жерге келіп білдім. Ондайдың да баланың дамуына үлес қосатын мен оны білмеппін. Тек ЛФК, массаж, бассейн деп қана жүрміз ғой. Негізі басына түспеген ата-аналар біз білмейміз. Сізге бір нәрсе айтайыншы, мен бұрын қызым ауырмай тұрып, ерекше балалар алдынан көп шығатын. Сол кезде аналар мықты екен ғой.
ерекше баламен қалай отыр деп үнемі аяйтын ше. Оказывается, адамды аяуға болмайды деген рас екен. Алла тағала соны көріп маған нетті ау деймін. Мә, сен де көріп сезініп көрші қандай екен. Сол аналардың күйін сен де сезініп көрші деп уақытта сынақ берді ме деп те ойлаймын бір жағынан ше. Аллаға шүкір етемін, бірақ менің қызымның да жағдайынан өте ауыр жағдайлар бар. Осында сіздің орталыққа келіп те мен қызымның жағдайын көріп шүкір етемін. Аллаға шүкір, көп нәрсеге икемі бар, қабілеті бар екенін көріп жатырмын. Спастикамыз алсайды, оған қуандым. Үлкен нәтиже біз үшін. Кішкене 5 минут болса да екі тізесін бүгіп отыруға икемдеп келе жатырмыз. Аллаға шүкір етемін. Орталықтағы мамандарға үйрене бастады. Менен әкесінен басқа адамға бармайтын, жылайтын, зданияға кірмей жылайтын. Шүкір, Аллаға шүкір етемін. Бұның бәрі уақытша сынақ қой. Осындай ситуация түскен кезде көп аналар мысалы сынып қалады, тастап кетеді. Сіздің отбасыңыздағы енді ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой. Отбасыңыз қалай қабылдады, жолдасыңыз қандай поддержка берді? Әрине мен ондай әкелерді всегда возвышаю дейді ғой. Мен ондай әкелерге ризамын. Сіздер сол конфликтный ситуация болды ма? Бір-бірлеріңіз кінәлау, қалай шықтыңыздар психологиялық тұрғыдан, поддержка? Мен негізі ойлағам, қызым комаға түсіп кеткенде адам жаман ойлайды ғой. Қызым кетіп қалса, күйеуім мені кінәлай ма екен, дұрыс қарамадың сен деп. Мен негізі өзім жұмыс жасаймын, мен негізі отырған адам емеспін. Негізі мамандығым мұғалім. Декретте жаңағы тойбастар саласымен айналыстым, өзі 5 жыл болды. Соны қызымды босана салып жұмысқа да шықтым. Менде ой болды. Қанша жұртым кінәлай ма екен, сен ауырттың, сен апарып үйде отырмадың деп, жолдасым кінәлай ма екен деп, сонда үлкен ауыр ойдың үстінде жүрдім. Ол рас. Күйзеліске қатты түсіп кеттім. Бірақ сізге айтайын ба, өтірік деп ойлап қалмасын, күйеуім маған осы кезге дейін сен кінәлісің деп айтып көрген емес. Сол күннен бастап жолдасым қасымда. Жаңа неге бардық қой? Сәуле Басболатоваға барып қымбат лечениеге барғанда да айтады ғой. Сіздерді ғана көреміз жолдасымен, әкесімен анасын бірге жүрген деп. Жаңағы орыс массажистке барғанда да айтады Мануэлиске. Вот папа депші. Екеуіңізді 1,5 жыл сол кісі ем алдық қой, үнемі бірге жүресіздер деп. Менің жолдасым мені ешқашан өзіне жіберген емес. Енді өзім қазір келіп нетіп жүрген жақын болғаннан кейін. Бірақ сен бүйттің, сенің кесірің, сен не істеп отырсың деген әңгіме болған емес осы кезге дейін. Жолдасымның қолдауы өте қатты болды. Әлі де қолдау білдіреді жолдасым. Бала қарасады. Бала қарағанда жолдасым менен жақсы қарайды. Екі қызым да әкесіне жақын. Қызым мама деп айтпастан бұрын әке ал дегенде негізі қызғанатын. Неге мама деп айтпайсың сен деп. Сол кезде айтады ғой, сен ғой массажға апарып жүрген сені жек көреді деп. Бірақ осы бірінші курс алып бітіп, екінші курста бастағанда үлкен қызым тиісіп кеткенде, қызым бұрында сезбейтін ғой. Телефон түсіп кетсе, нетпейтін, қызымның қолына телефон түсіп кетті, ойнап жүргенде. Мама деп жылағанда жүрегім езілген көрмейсіз бе? Барлық қолда болды. Жаз айында анам кеп қарасты, 1,5 айдай. Бірақ ешкімнен не көрдім деп айта алмаймын. Кінәлау, бұл енді сауытылған бала ғой. Ешкімнен ой сен кінәлісің деп ондай айтқан көрген жоқпын. Рас басында қатты сындым. 24-те болды онда. Былтырғы жылға дейін өте қатты сындым, депрессияға түстім, жылай беретім. Содан жұмысын тастап кеткен, бір 6-7 айға тастап кеттім. Қызым бағана көңіл болдым. Бірақ енді қазір білесіз ғой, тегін дүние болғанмен үкімет жағынан дұрыс дүние қолдау берілмейді. Дұрыс жүрдім, бардым, 10 минут алса болды деген сияқты. Содан платный емге де ақша керек. Одан қызым кішкене жақсы болып, жылаған қойған басып, қайта жұмысымды қолыма алдым. Аллаға шүкір, енді осы күнге жеткізгеніне бір Алла ғой. Алғыстан басқа айтарым жоқ деп ойлаймын. Жолдасыма, туған туысқандарыма, қайынжұртыма, жолдастарым өте қатты қолдау білдірді. Әсіресе әріптестерімнен қатты қолдау күттім мектепте мұғалімнен. Мен өзіме батыстың қызымын ғой. Мына жақта тек сестрам ғана, басқа туысқаным, көргенім жоқ. Әріптестерім қатты қолдау білдірді. Әлі күнге дейін қатты қолдау білдіреді.
үнемі жанымнан табылады. Солай депрессияға уақыт жоқ деймін. Бірақ бар ғой, ұмыттым деп ойлағанмын негізі, ұмытып келе жатырмын деп. Жоқ, сіз оны ұмытпайсыз, ешқашан ұмытылмайды, болмайды, өйткені біздің өткен шағымыз ол біз үшін сабақ, болашақ ол белгісіз, ал қазіргі шақ ол біздің байлығымыз. Жаннұрымның мамасы Жанерке, екеуіңіздің аттарыңыз атастырып. Жанерке, сіз өте бақытты әйелсіз деп айта аламын, өйткені өзіңіз жақсы болғаннан кейін сізді жақсы адамдар қоршап жүр. Ешқашан үмітіңіз үзілмегеннен кейін жаныңызда әріптестеріңіз, жақсы адамдар, жолдасыңыз, қайын жұртыңыз барлығы, соның барлығының жақсылығын сіз өзіңіз көріп тұрсыз ғой. Көріп тұрғаннан кейін сізде де бала қызыңызда да жаманшылық болады деп мен ойламаймын. Ұмытамын, мен оны жоқ қылып тастаймын, жойып тастаймын деген ойдан аулақ болыңыз. Көптеген әйелдер, мысалы бізде ситуация енді көп әйелдер келеді да, жаңағы бірінші ойы мен екеуімді тастап кетеді деген ой болады барлығында. Сол үшін ондай сұрақтарыңызды іштеріңізден алып тастаңыздар. Біз не ойлаймыз, сол біздің өмірімізге келеді. Фокустарыңызды тек қана жақсы көруге, шүкіршілік етуге, Алладан көмек сұрауға бұрсаңыздар деймін. Мен айта кетейін дегенім, Жанерке, бізде она такая мамочка, барлығымыз үйімізде той болады, дастархан болады, соның барлығына өзінің күшті цехы бар, қарап отырған жоқ, жыланып, негативный, жаңағы нет, жертва мама емес. Мен всегда люблю таких женщин, я всегда поддерживаю. Сіздерге ойларыңызда болса, біз Инстаграм белгілеп кетеміз, осы кісінің міндетті түрде заказ беріңіздер. Оның барлығы Жаннұрымның еміне, тамағына, ерекше балалар басқа тамақтанады деген сияқты сондай қажеттіліктеріне қажет болады. Бір-бірімізді қолдасақ, бізге де Аллах тағала береді. Жанерке, рахмет сізге. Сіз ешқашан осылай қарап отырған жоқсыз. Қызыңыздың да емін жасап, үйіңізде жұбайыңызға да қарап, балаларыңызға да, басқа да қызыңыз бар. Құдай қаласа, Жаннұрымның аяққа тұрып, қатарына қосылуына тілектеспіз. Біз де сол үшін қызмет етеміз. Келіп өзіңіздің историяңызбен бөліскеніңізге рахмет. Енді сізден аналарға қандай бір кеңес болар еді? Осындай жағдайға түскен, күйзелісте жүрген аналарға не айтар едіңіз? Мен аналарға айтар едім. Біз пенде болып өмірге келгеннен кейін маңдайымызға не жазылады соны көреміз ғой, Алла тағала. Ой, мен андай, мен мойынсұнбай, мен мындай болмайды, айтудың қажеті жоқ. Алла тағала берем десе, бір-ақ күнде негізі топ ете түседі. Сосын осындай аяғы, негізі әр бала деген, мен ауру болып туылайыншы, анам ішінен әкеме, анама жүк болайын деп туылмайды ғой. Бір адамның қателіктерінен болады, білместіктен болады. Оның да тағдыры болуы мүмкін. Дәл менің қызымның басына өткен жағдай, басқа аналардың да жағдай басынан өтуі мүмкін. Қазір өте көп жағдай. Аналарға айтар едім, сынбаңыздар. Ана сынған сайын, ана қайғырған сайын балаға әсер етеді. Балам егер жазылып тұрсын десең, басқа сау балалардың қатарына қосылсын десеңіз, өзіңізді қолғаңыз дегім келеді. Мен біріншіден өз басынан өтті. Мен қазір өз жылағанымда қызыма көрсетпеймін. Себебі мен қызымның артында мықты ана керек, жолдасыма жақсы жар керек, үнемі жылап, не жатсам, любой еркек айтады, сен неғып жылай бересің, қойшы. Қазір ол әр отбасында бар жағдайға. Сосын аналарға айтқым келеді, тоқтамаңыздар. Баланың емін бастау керек пе, бастаңыздар. Анау болады, мынау болады, не болады деген жаман ойдан аулақ болыңыздар. Мен бір нәрсе айта кетейінші. Қазір күлем ғой. Мен осы нақты емімді іздеп тапқанша қанша нейропатологтарға бардым, арзаны бар, қымбаты бар, сөйтіп жүріп 1 миллион құртқам ғой. Қазір күлем да, сөйтіп бір нейропатологқа бардым, атын ұмытып қалдым ол кісінің. Сол кісі деген, енді балам жылап тұр, не екенін білмеймін, сөйтсе маған не жазып берген ғой. Регидрон жазып берген ғой, 50 пачка, 1,5 ай ішесіз деді. Мен сол регидронды алғам. Бірақ қазір күлем де, мен сол регидронды не үшін алдым депші. Сол аналарға айтқым келеді, білместікпен жасаған болса, әрекеттеріңізді өздеріңіз қалай айтсам екен. Бір ғана дәрігермен, бір ғана нейропатологпен шектеліп қалмаңыздар. Әр адам әртүрлі айтады,
бастысы баланың нақты диагнозын тауып сонымен жұмыс жасайтын адаммен ғана жұмыс жасаңыздар дегім келеді. Ақша табылады, жұмыс табылады, бірақ әр ата-анаға сау бала қажет деп ойлаймын. Сау бала болу үшін отбасыда бір-біріне поддержка беру керек, жақсы қарым-қатынас болу керек деп ойлаймын. Сол үшін аналар біз мықтымыз, сынбаңыздар. Рахмет сіздерге. Комментарий қалдырып өз историяларыңызбен бөлісе кетсеңіздер болады. Біздерді қолдап жүргендеріңізге рахмет, Жанерке сізге де рахмет. Құдай қаласа алға қойған мақсат армандарыңызға жетіп, тек қана жақсылыққа бөленіп жүре беріңіздер. Рахмет сізге де көп. Мен бірінші рет подкаст беріп жатырмын. Қызымның историясын көп адам білмейді. Не болды, туғаннан ба деп, осы подкастты көргеннен кейін адамдар сұрауын қоятын шығар деп ойлаймын. Әр анаға өз баласын айту қиын ғой. Кейбіреулер үлкен балаға неғып жатыр коляскада дейді да. Еркелеп жатыр, тұрғысы келмей жатыр деп айтамын ғой. Рахмет сіздерге де. Рахмет үлкен жеңістерге жетейік. Құдай қаласа бәріміз бірге. Сіздің сеніміңізге рахмет. Егер де мүлдем бұл проблемаға қатысы жоқ адамдар да көріп отырса, көшеде ерекше бала көрсеңіз, ерекше баланың анасын көрсеңіз, бірінші сұрамас бұрын жай ғана жағдайың дұрыс па деп, немесе көңіл күйің жақсы ма деген сұрақ қоюыңызды қалар едім. Негізі ол балаң осындай ма, неге жүрмей жатыр деген критикадан көрі, сенде бәрі жақсы ма, көмек керек па деген сұрақтың өзі ол үлкен поддержка. Сол үшін мен ойлаймын, біздің просто населениеда информация жетпейді. Осындай балалар туралы әлемде осындай бар. 20% мысалы балаларда, аналарда, семьяларда осындай ситуациялар бар екенін білмегендіктен, может адамдар жаман болғаннан емес, просто білмегендіктен сұрауы мүмкін. Сол үшін бәріміз аман болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Отбасыларыңызға береке бірлік ынтымақ тілеймін. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.